Саламатсыздарма оқушылар, көрермендер, ұстаздар. Біз бүгін сіздермен газеттен қолөнер бұйымдарын жасауды үйренеміз. Яғни себетше, ваза сияқты, құмыра сияқты заттарды жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге газет, қайшы, темір сым, желім және қысқыш керек болады. Алдымен газетімізді екіге бүктейміз. Бүктеп аламыз. Оны ортасына қиямыз. Ортасынан қидық. Және оны екіге тағы да қиып аламыз. Бөліп аламыз. Енді бұл қиылған неден, газеттен біз сым арқылы түтікше жасаймыз. Оны ашамыз. Және нығыздап ораймыз. Үшінен бастап. Жасаған түтікшеміздің өте нығыздап орауымыз керек. Ол тоқитын себетімізге өте қатты байланысты. Қатты жақсы шығу үшін түтікшені барынша нығыздап ораймыз. Нығыздап орадық. Және желімізді аламыз. Ұшына кішкене ғана желім жағамыз. Мінекей, түтікшеміз дайын болды. Осында бірнеше түтікшелер жасап аламыз. Енді осы түтікшелеріміздің арқасынан біз себетше тоқимыз. Ең алдымен себетшенің түбін тоқып аламыз. Оның үшін екеу түтікшемізді аламыз. 4-сеу, 6-ау және 8. Аламыз түтікшелерімізді. Астына жібереміз. Жібереміз, бұлай жақындастырамыз. Енді мынаны түтікшемізді денен болып, яғни түбіні, себетшенің түбіні өріп шығамыз. Астына үстіне әкелеміз. Үстіңгі түтікшемізді астына жібереміз. Кезекпе-кезек дәл осылай қайталаймыз. Үстіңгі шығып тұрған түтікшемізді астына жібереміз, ал астыңғы түтікшемізді үстіне жібереміз. Түбі бітті. Енді үш қатарымызды екі жұптан тоқып алдық, ал үш қатар біткеннен кейін, одан кейінгісін біз әрқайсысы түтікшемізді жеке-жеке тоқып шығамыз. Яғни бағанағыда көрсеткендей, астыңғы түтікшеміз үстіне шығады, ал үстіңгісі астына кетеді. Осылай тоқимыз. Және бас жағы, ол бітті құмырамыз. Енді басын кішкене келтіріп, тоқығанымызды қай жерден біткенін білдірмеу үшін арасынан өткізіп, желім арқылы желімге қоямыз. Арасынан өткізіп
жеріміз жабысқанша қысқышпен қысып қоямыз. Сізде себетшеміз құмға десек те болады, дайын болды. Енді тағы да мынандай түрде осындай себетшелер тоқуға болады. Соны соққан себетшемізді осылай күйде қалдырсаңыздар да болады. Ендеше болмаса, бұлай мына күйінде боясаңыздар да болады. Марилкамен, лакпен бояп қатырып аламыз, кептіріп аламыз. Бұл бояғанның себебі нығыз болып суға тисе де жібімейді. Нығыз болу үшін міне осылайша бояп алсаңыздар да болады. Бір кәдеге жарауға болады бұларды. Ендеше одан кейін себетшелерімізді бұлай қалдырмайым десеңіздер, бұлайша түрліше әшекейлеп қойсаңыздар болады, сәндеп қойсаңыздар болады. Себетшелерімізді міне мысалы мынаған оқушыларымыздың керекті заттарын, желім сияқты, қайшы, қалам, қаламсап сияқты заттар салуға пайдалануға болады. Мынандай себетшемізді күнделікті үйде пайдаланатын ине жіп салуға да болады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.